Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бірінші видеоны жақсы жаңалықтан бастағым келіп отыр. Біз үйіміздің бірінші қабатының плитасын алдық. Видеоға қарап отырсаңыздар, мынандай бос жер жатыр. Бұл жер второй свет болады бізде. Құдай қаласа, проектіні біз интернеттен алдық. Керек жерін алып қалдық, керек емес жерін сызып алып тастадық. Және де 3D форматта кітапшаға түсіріп, ақылы түрде жасатып алдық. Оны мен алдағы уақытта көрсете жатамын. Ал үйдің тірлігіне келетін болса, қызымды қосымша сабаққа беріп жатырмын. Мама, шашымды әдемі қылып жинап берші дегеннен кейін осындай қос өрім өріп бердім. Басқа ойыма ештеме келмеді. Сөйтіп өзіне ұнап, қосымша сабағына кетті. Жазғы демалыстан кейін жай жазып, жай оқып қалып еді. Жоқ, қазір қайта қалпына келіп бастады. Тез оқып, тез жазып бастап жатырмыз. Қалған екі қыз далада ойнап жүр, ал кішкентайым бесікте ұйықтап жатты. Қыздар жаз бойы далада ойнады, ойыншықтарын далаға шығарды. Сол себепті біздің ойыншықтарымыз кішкене сынып және кірлеп қалған. Осы ретке келеді-ау дегендерін жуып бастадым. Осылайынан осы машинадан бастадым, бірінші кіргізіп қояйын деп. Мен үнемі Фаберликтің для плита деген средствосымен жуамын. Жағып 10 минуттан кейін жуып алсаңыздар, тап-таза болып осылай шыға келеді. Бұл машинаны біз Америкеге алып бергенбіз. Қазір енді Құдай қаласа ендігі жылы еркеназ пайдаланады деген ойдамын. Осы жаздың күні киім деген тез бүлінеді ғой балдардың. Осы сушилкадан алмай бірден жинап тастауға тырысамын. Өтектемеймін де, өтектемейтін жалғыз мен емес шығар. Бүгін үйге құрбым келді. Біраз отырып әңгіме айттық. Менің кішкене азып қалғаным оған да білініп қалыпты. Қазір енді менде -5 килограмм алда, одан да көп тастаймын деген ойдамын. Подружкам өзінің огородынан еккен огурцы помидорларын әкеп берді маған. Бүгін таңертең менің інім келген ауылдан, маған осы 3 штук бал әкеп берді. Біреу білсе, біреу білмес. Менің нағашы атам, папам осы балмен, мёдпен, арамен айналысады, өзіміздікі. Мен арасында көршілеріме сатамын. Ал мұны менің құрбымның әкеп берген қияры, қызанағы, баклажаны, ащы бұрышы. Мына помидордың иісін айта алмаймын. Огородтан жылынған, өз қолынан еккен помидордың иісі деген өте ерекше болады ғой. Дүкенде дәл ондай иіс, дәл ондай дәм жоқ. Астымыздағы көршілер маған қара өрік берген 3 килограммдай, оның 1,5 килограммын варенье қайнаттым, 1,5 килограммын компот қып қайнатып ішіп алдық. Бос қайтаруға ыңғайсыз, сомен мед салып апарып бердім. Негізі біз көршілер жақсы араласамыз, тату-тәттіміз. Бәріміз бір мектепке барғандықтан біз кезекпен апарып, кезекпен алып қайтып жүреміз. Бір жерге баратын болсақ та емін-еркін бір-бірімізге тастап кете береміз. Үйімізді бітіріп көшетін болсақ, маған қиын болайын деп тұр. Балдар тастайтын ешкім болмайын деп тұр. Осылайдан апарып бердім. Осылай мен бір күнім өтті. Алда әдемі видеолар болады.